бірінші сабақты бір апта бойы жасап белгілі бір нәтиже көрсеттіңіз деп ойлаймын. Хронофагтардан мейлінше айырылып, уақытыңыз тиімді болды деген сенімдемін. Болмаса да, егер сіздің қолыңыздан бірден келмесе, бір аптаның ішінде күнделікті сіздің 20 немесе 30-40, қазір жасыңыз нешеде, сонша жыл бойы қалыптасып қалған режимді бір аптада өзгерту қиын болса, онда да уайымдамаңыз. Себебі есіңізге салып кетейін, уайымдау бұл да хронофагтың бір түрі. Енді жалпы екінші сабақ не туралы болады, соған тоқталып өтейік. Екінші сабақта біз уақытты кішкене басқаруға көбірек мән береміз. Себебі енді уақыттың тиімділігі деп айтамыз, яғни ол былай таралып кеткен ұғым болғанымен, уақыттың тиімділігін былай анықтаған ол кішкене дұрыс емес те болып табылады. Не үшін? Себебі қарап отырсаңыздар, бізде бір күнде 24 сағат болса, ол сағат ешқалай өзгермейді. Сіз уақытыңыз тиімдірек өткізгеннің арқасында сізде бір 25-26 немесе басқа адамдарға қарағанда өзгеше уақыт берілмейді ғой. Барлық адамда 24 сағат болса, сізде де сол 24 сағат бар. Сондықтан біз тек қана ол 24 сағатты қалай өткіземіз, біз тек қана соған әсер ете аламыз. Маған қатты көмектесетін қосымшалардың бірі бұл Google календар деп аталады. Яғни қарап отырсаңыздар, мен уақытымның қашан қай жерге өткенін және бұл сонымен қатар өткенді анализ жасап қана қоймай, сонымен қатар алдыңғы аптада, алдыңғы айда уақытымды қайда жіберемін, қайда өткіземін, соған да қатты көмектеседі. Сондықтан сіздерге де қатты ұсыныс беремін. Одан басқа Gmail почтасына қатысты да болғаны дұрыс. Себебі Google-дың бізге уақытты тиімді өткізуге арналған қосымшалары өте көп болғандықтан сіздерге Google-дан почта ашқандарыңызды ұсынамын. Енді жалпы қараңыздар. Біз көбінесе белгілі бір іспен айналысқан кезде, немесе істерімізбен айналысқан кезде ең алғашқы қадам қандай? Біз дәптерімізді аламыз, ашамыз, және қандай істеу керек, істің барлығын тізбектеп жазамыз. Ананы істеу керек, және әрқайсысын тізбектеп жазамыз. Бірақ өкінішке орай, бұл тізімді жасау кішкене тиімсіз болып табылады. Себебі ол белгілі бір іс тұрған кезде ол қанша уақытқа созылады, немесе қанша уақыт алады, қай күні уақыт ол орындалу керек, кішкене ыңғайсыз болып табылады. Бұл жақтан күнтізбе, яғни жаңа календардың қолданатын бізге көбірек тиімдірек болады. Себебі біз 24 сағатты созып, жаңа айтқандай қысқарта алмаймыз. Ол 24 сағат қалай бар, солай тұрады. Біз тек қана оның ішін толықтыра аламыз. Белгілі бір істермен толықтыруымыз керек. Мысалы, кітап оқу деп жазамыз. Кітап оқу деген мүмкін барлықтарында тұрған тізімдер шығар. Немесе осы жылы мысалы 100 кітап оқимын, 50 кітап оқимын деп мақсатта қоятын адамдар бар. Бірақ өкінішке орай жылдың аяғында ол мақсат жетілмей жатады. Себебі кітап оқу деген сіздің істеу керек істердің ішіндегі тізім, ол түсініксіз. Ол қанша уақыт алу керек, ол күнделікті ме, ол белгілі бір уақытта орындала ма, Ал егер сіз оны күнтізбенің ішіне бетіп салып қоятын болсаңыз, мінекей мен күнде сағат 9-дан 10-ға дейін кітап оқимын деп енгізіп қойсаңыз, онда ол ешқайда қашып кетпейді, және сіз ол істі істеуге міндетті боласыз. Екінші сабақтың тағы да бір қосымша сіздерге кеңестердің бірі, бұл сіз таңертең оянғаннан кейінгі ең алғашқы 3 сағат сіздің қалған уақытыңызға қатты әсер етеді. Себебі біз түнімен миымыз әртүрлі процестері жүріп, кәдімгідей ойланып, бір жаңа идеялармен таңертең тұрған кезде, егер біз қажет емес немесе бір тиімсіз шаралармен айналысатын болсақ, онда біздің қалған күніміз де соншалықты тиімсіз өтетін болады. Сондықтан күнде таңертең тұрғаннан кейін ең алғашқы 3 сағат бұл ең маңызды 3 сағат болып табылады. Егер сіз жұмысыңыз алыста болып, таңертең тұрғаннан кейін көп уақыт жолға кететін болса, онда одан да 1 сағат ертерек тұруға тырысыңыз. Себебі тура сол уақыттың аралығы біздің өміріміздің өзгеруіне, тиімділікті арттыруға қатты әсер ететін қайтадан қайталап өтейін. Одан басқа, енді сеште лягушку деген өте танымал ұғымдардың бірі болып кетті ғой. Яғни таңертең ең өзіңізге жағымсыз, бірақ қайталап айтайын, маңызды істі жасап тастасаңыз, сіз сол күнге бір жақсы бір көңіл күймен ары қарай басқа істерді жасауға кірісетін боласыз. Сондықтан бұл жайында да біз айтып өтетін боламыз. Сондықтан енді таңертең құрбақаны жеу туралы сіздер астында толығырақ ақпаратты ала аласыз. Одан басқа көптеген зерттеулерге байланысты біздің организміміз әрбір 90 минут сайын белгілі бір тиімділігіне қарағанда төменге түсіп отырады екен. Яғни сондықтан әрбір 90 минуттан кейін сізде болады ма, мысалы бір тәтті жегіңіз келіп кетеді, немесе бар бір сериал көріңіз келеді, немесе бір әлеуметтік желіге отырғыңыз келеді. Оның барлығы біздің физиологиялық тұрғыдан ол дәлелденді. Яғни 90 минуттан кейін біз белгілі бір дәрежеде
жұмыс жасап келе жатып 90 минуттан кейін ол сәл-сәл түсе бастайды. Сол түскен кезде біздің миымызға қосымша бір заттар керек болып отырады, яғни тамақ іш, тәтті же деген сияқты сондай сигналдар беріледі. Сондықтан ондай заттарға да бет бұрып кетіп қалмау үшін бізге өте қатты тиімді қолданатын техникалардың бірі бұл помодоро әдісі. Келсем, мүмкін сіз оны естідіңіз, қазір барлығы ой помодоро деп те айтып жүр. Дегенмен ол айтылған іс бөлекте, оны жасаған ол тіптен бөлек. Негізінен помодоро техникасы ол ең қарапайым техникалардың бірі. Ол біздің миымыздың қаншалықты дұрыс ойланады және тиімді ойланады, соған байланыстырылған. Яғни телефондарыңызды аласыздар, оның үстіне таймерді қоясыздар, 25 минутқа таймерді қоясыздар, және таймер ойнағанға дейін сіз тек қана сол іспен айналысуыңыз керек. Сол іспен айналысқан кезде белгілі бір производительность дейді ғой, тиімділікке шығып сонымен жұмыс жасаған кезде таймер ойнаса, кейін аласыздар да 5 минутқа демалуға таймерді қойып қоясыз. Сол кезде сіз 25 минуттан кейін жаңағы спатқа түсіп кетпей тұрып 5 минут демалып алсаңыз, келесі 25 минутта сіз одан да тиімдірек жұмыс жасайтын боласыз. Ең басты маңызды мынау 25 минутпен 5 минут демалған бұл бір помидор деп аталады. Сол бір помидорды сіз жеп қойдыңыз деп елестетіңіз. Яғни бұл осы техниканы ойластырып тапқан адам ас үйінде тұрған таймер бар ғой, помидорға ұқсас, соған мен жұмыс жасағандықтан бұл техниканың атауы да помодоро болып аталып кеткен. Яғни помодоро итальян тілінен шатаспасам аударғанда кәдімгі біздің қызанақ. Бір қызанақты жегеннен кейін, тура сол қызанақтың тағы да үшеуін жегеннен кейін, төртіншісін жеп болған соң, сіз енді 5 минуттың орнына кәдімгі үлкен 15 минуттық демалыс өздеріңізге қоюларыңыз керек. Қарап отырсаңыздар, мен сіздерге мүмкін бұл ақпаратты сіз онсыдан білесіз, бірақтан білгеннен кейін сіз оны жасадыңыз ба? Сондықтан осы аптада сізде тек қана естіп қана қоймай, бұл жаттығуды жасау сіздерге міндеттеледі. Яғни сіз осы техниканы жасағанда сіз тиімділігіңіз қаншалықты арттыратынын сіз өзіңіз байқайтын боласыз. Помодоро техникасынан басқа уақытты өзімізге бағындыратын өте жақсы бір құрылғылардың бірі бұл жоспарлау. Мен басында айттым, әрине тізім жасаймыз деп, бірақ тізімге қарағанда күнтізбе ол бізге тиімдірек. Дегенмен күнтізбеге салатын тізім де ол болуы керек. Сондықтан әрбір күннің кешке сіз келесі күнге тізім жасайсыз, аптаның соңында келесі аптаға тізім жасайсыз, айдың соңында келесі айға тізім жасайсыз. Яғни сол тізімдерді жасап, оны күнтізбеге толтырып тастағанның арқасында сіздің уақытыңыз қаншалықты тиімді өткенін өзіңіз байқамай қаласыз. Бұл туралы магия утра, Хелл Эллоротта, Роджер Сайпта өзінің развитие мозга деген және де басқа да қандай бір танымал адамның бір бестселлер кітабын алмаңыз, ол туралы міндетті түрде жазып өтеді. Сондықтан жоспарлау ол өте маңызды, және әрбір жоспарды сіз міндетті түрде күнтізбелеріңізге салып отыруларыңыз керек. Сонымен қатар осы сабақтың қорытындысы ретінде сіздерге ұсыныс жасатын тағы да кітаптар бар. Ол кітаптың тізімін мен беремін, және де ең бастысы состояние потока дейді. Егер сіз белгілі бір нәрсемен қызықпасаңыз, онда сіз о жақта тиімділік көрсете алмайсыз. Сондықтан кез келген іспен айналысуда оған қызығу, онымен айналысқанды жақсы көру, бұл да ең маңызды заттардың бірі болып табылады. Сіздерге де дәл осы кітаптарды оқу, помодоро техникасын өміріңізге осы аптада енгізу, және де әрбір күннің кешке сайын келесі күнді жоспарлау, немесе аптаның соңында келесі аптаны жоспарлау, бұл сіздердің үй жұмыстарыңыз болып табылады. 3-ші сабақта кездескенше.